Біз Жетісай ауданының мамандандырылған дарын мектеп-интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы сынып оқушылары Жетпісбай Ағынеш және Абибулаева Айша, ғылыми жетекшіміз Альманов Олжас Ретбаевич. Ғылыми жобаның тақырыбы статистика сипаттамалары Жетісай қаласының экономикалық және демократиялық жағдайы. Біздің ғылыми жобамыздың мақсаты, Жетісай жұмысының негізгі мақсаты Жетісай ауданының экономикалық және демографиялық жағдайын статистика сипаттамаларымен табу жолдарын зерттеу. Ғылыми жобамыздың өзектілігі Жетісай ауданының экономикалық және демографиялық жағдайын статистика элементтерін зерттейміз. Зерттеу бөлімі халық және еңбек статистикасының міндеттері, халықтың табиғи қозғалысын, миграциялық қозғалысын, еңбек нарығын, халықтың жұмысбастылығы және жұмыссыздығын зерттеу, және де халық санын болжау. Еңбек нарығына қатысты көрсеткіштер. Жалпы халықтық экономикалық белсенділік үлесі секілді мысал ретінде алынып отырған жалпы сипаттамаларды табу барысында біз экономикалық белсенді халық санын жалпы халық санына бөліндісі мен оның 100%-ға көбейтіндісі арқылы оның көрсеткіш пайызын таба аламыз. Халық қозғалысының статистикасы. Бұл жерде формулаға сәйкес туылған балалар саны мен үлкендер санының айырымынан халықтың табиғи өсімін аламыз. Келесіде Қазақстан Республикасына келгендер саны мен Қазақстан Республикасынан кеткендер санының айырымынан халықтың миграциялық өсімін таба аламыз. Ал оның қосындысынан халықтың миграциялық айналымын таба аламыз. Халық санын болжаудың статистикалық әдістері. Халықтың алдағы санын есептеу келесі әдістермен жүргізіледі. Бұл жерде біздегі бірінші әдіс жас бойынша жылжыту әдісі. Яғни тұлғаның жасын X деп алсақ, X қосылған бір жасына ауысу. Халықтың әрбір жас аралық тобына белгілі бір жастағы өмір сүру коэффициентін есепке алып, келесі жылға жылжу. Жетісай ауданының экономикалық жағдайын есептеу. Экономикалық жағдайды есептеу барысында бізге аудандағы жалпы халық саны, оның ішіндегі балалар, зейнет жастағылар және экономикалық белсенді халық сандары ең басты негіз болып табылады. Еңбек нарығына қатысты көрсеткіштерді есептеу барысында жаңағы айтып өтілген формулалар бойынша халықтың экономикалық белсенділік үлесі 54,1, яғни белсенді халықтың жалпы халық санына бөліндісі мен 100%-ға көбейтіндісі ол бізде 54,1%-ды құрайды. Дәл сол секілді қалғандарын да 100%-ға негіздей отырып есептеуге болады. Жетісай ауданының халық қозғалысының абсолютті көрсеткіштері. Бұл жерде бұл жаңағы алда айтылып өткендей формулаларға сәйкесінше шығарылған. Оған мысалы Жетісай ауданын алдық. Бұл жерде біздегі халықтың табиғи өсімі 4727 болды. Және де халықтың миграциялық өсімі 124-ке тең. Халықтың миграциялық айналымы 184, ал халықтың жалпы өсімі 4851-ге тең болды. Жалпы өсімнің коэффициенті болашақтағы халық санының қанша болатынын болжау, яғни алдағы бір жылда халық саны, қазіргі саны мен оның болашақтағы ағым коэффициентінің 1000%-ға бөлінісімен оған бірге қосындысы, қазіргі бүгінгі күндегі жалпы халық санына көбейтіндісі ол алдағы бір жылға, ал 3 жылдағы болатын болса, оның 3 жылдағыға байланысты кубына, яғни жақшаның сыртында оның кубы болатын болса, ол біздің алдағы 3 жылдағы халық санын болжаудың негізі болып табылады. Дәл сол секілді біз 10 жылды, 20 жылды және де болашақтағы кез келген жыл ағымын бүгінгі күнді пайдалану арқылы есептеп шығара аламыз. Жалпы Жетісай ауданының жұмыспен қамту орталығына бару барысында біз осы Жетісай ауданының жұмыспен қамтылуы, жұмыссыздығы жайында жалпы деректерді алып, осы формулаларды құрастыруға негіз алдық. Және Жетісай ауданының әкімшілігінен балалар саны, дәл сол секілді бізге қажетті нақты цифрлық деректерді алып, есептеп шығарған болатынбыз. Жұмыстың нәтижелері. Жетісай қаласының алдағы 1, 3, 10 жылдағы демографиялық жағдайы анықталды. Демографиялық жағдайдың неге тәуелді екендігін байқадық. Жетісай қаласының экономикалық жағдайын анықтадық. Қорытынды. Статистиканың қазіргі заман дамуына қосқан үлесі орасан зор. Жетісай халқы 175.632 болса, алдағы 3 жылда 35.806 адамға көбейіп, 211.438 адам болады екен. Ал 10 жылда 150.357 адамға ұлғайып, 325.989 адам болатын болжадық. Халықтың экономикалық белсенділік үлесі 36,8% болатын болса, жалпы жұмыссыздық коэффициенті 4,119. Статистиканың бізге алдағы уақытта болжам жасап, қай бағытта қозғалу керектігін, еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуына қосар үлесі көп екеніне сенеміз.